Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай асқабақ шырын жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін асқабағымды алып, видеода көрсетілгендей етіп турап алдым. Сіз енді өзіңіз қалауынша турап алсаңыз болады, өйткені оның барлығын турап алып, газда қайнататын боламыз. Яғни піскенге дейін, жұмсақ болғанға дейін қайнатып алып, одан пюре жасайтын боламыз. Міне осылай турап алдым. Мұндай шырынды көп адамдар ұнатпайды. Егер де сіз асқабақтан жасалған өнімдерді ұнататын болсаңыз, онда сізге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы, ешқандай қоспасыз, тек қана табиғи өнімдерден, ингредиенттерден тұратын және көп нәрсені қажет етпейтін шырын шығады. Және сұйық та болмайды, қою шырын дайындайтын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп турап алдым. Осылай барлығын турап алып, ыдысымызға салып, енді оның үстінен суымды құйдым. Жақсылап құю керек. Өйткені отта қайнаған кезде асты жабысып қалмау керек. Мен асқабағымды осылай салдым, сумен араластырып, жақсылап асқабақтарымызды салып, барлық жерін астын көтеріп араластыратын боламыз. Осылай араластырып, барлық жерін біркелкі етіп араластырып тұратын боламыз. Барлық жері араласу керек, асты күйіп кетеді болмаса. Асқабағымыз піскенге дейін, жұмсақ болғанға дейін 15-20 минуттай газда жай оттап пісіріп алатын боламыз. Міне асқабағымыз осындай жұмсақ болып, қасығымыз тиген кезде езіліп кететіндей болуы керек. Яғни осылай көресіздер, асқабақ піскен бойда газдан алып, оттан алып, осылай араластырып аласыздар. Одан кейін блендермен өткізіп пюре жасайтын боламыз. Дайын болған пюремізді енді осылай жаймен араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне лимон қышқылын және қантымызды, шекерімізді салып, және тағы да араластырамыз. Жақсылап біркелкі араластыратын боламыз. Енді оны жай отта қайнағанға дейін тағы да бір пісіріп алатын боламыз. Соғымыз осындай болып шығады, өте бархытный дейді, сондай сияқты қою сок шығатын болады. Өте дәмді, көріңіздер, видеода көрсетілгендей. Яғни барлық ингредиенттерді описаниеде көрсетіп кетемін. Егер де сізде асқабағыңыз тәтті болмаса, қантты көп мөлшерде қоссаңыз болады. Егер тәтті болса, онда қантты соған қарай аздап қоссаңыз болады. Осындай сок шықты менде. Міне дәл өзіңізде көріп тұрғандай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазыңыздар.